Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көбейту және бөлуге берілген теңдеулер. Ұлттық музыкалық аспаптар. Бүгінгі сабақта көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешуді үйренесіңдер. Балалар, экранға назар аударамыз. Теңдеулерді бірге шешіп көрейік. Мұнда x пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Бізге бірінші көбейткіш белгісіз. Бірінші көбейткішті табу үшін біз көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлеміз. Демек 12 мен 3-тің бөліндісі 4-ке тең. Олай болса, 4-ті x-тің орнына қоямыз. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Ал енді астындағы суретке қараймыз. Мұнда әр қатарда 3 домбыра бар. Барлығы 12 домбыра. Әр қатарға 3 домбырадан орналастырсақ, бізде қанша қатар болады? Бізде 4 қатар бар. Келесі теңдеуге назар аударамыз. X пен 6-ның бөліндісі 3-ке тең. Мұнда бөлінгіш белгісіз. Бөлінгішті табу үшін біз бөліндінің мәніне бөлгішті көбейтеміз. Демек 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18-ге тең екен. 18 пен 6-ның бөліндісі 3-ке тең. Біз бөлінгішті таптық. Мұнда да балалар, әр қатарда 3 аккордеоннан бар. 3 аккордеоннан барлығы 18 болды. Бізде 6 қатар бар екен. Яғни 18 аккордеонды 6 қатарға үшеуден орналастыра алады екенбіз. Үшінші теңдеуге назар аударайық. 6 мен x-тің бөліндісі 2-ге тең. Мұнда бөлінгіш белгілі, бөлгіш белгісіз. Біз бөлгішті табу үшін балалар, бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Яғни 6-ны 2-ге бөлеміз. 6 мен 2-ның бөліндісі 3-ке тең. Балалар, біз бөлгішті таптық. Демек 6 мен 3-тің бөліндісі 2-ге тең. Мұнда 6 үскірік бар. 6 үскірікті біз 2 топқа бөлдік. Сонда әр топта 3 үскіріктен бар екен. Мысал 2. Карточкадағы өрнектерді пайдаланып, теңдіктер мен теңсіздіктер құрастырамыз. Балалар, мұнда сары және жасыл жолақты карточкалар берілген. Қане осы өрнектерді пайдаланып, теңдіктер құрастырып көрейікші. Мысалы, 6 мен 3-тің көбейтіндісі 2 мен 9-дың көбейтіндісіне тең. Себебі екеуі де 18-ге тең. 8 мен 4-тің бөліндісі 10 мен 5-тің бөліндісіне тең. Себебі екеуінің мәні де 2-ге тең. Ал 9 мен 3-тің бөліндісі кем 8 мен 4-тің көбейтіндісіне. Себебі 9 мен 3-тің бөліндісі 3-ке тең. 8 мен 4-тің көбейтіндісі 32-ге тең. 9 мен 4-тің көбейтіндісі артық 12 мен 4-тің бөліндісінен. Себебі 9 мен 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең. 12 мен 4-тің бөліндісі 3-ке тең. Осылайша тағы да өздерің теңдіктер мен теңсіздіктер құрастырып көріңдер. Есеп 3. Музыка үйірмесіндегі кіші топта 14 бала бар, ал ортаңғы топта кіші топқа қарағанда 6 бала артық. Ересектер тобында кіші және ортаңғы топты бірге алғанда қанша бала болса, сонша бала бар. Үйірмеге ересектер тобынан неше бала қатысады? Балалар, есептің шартын құрастырып көрейік. Кіші топта 14 бала бар екен, ал ортаңғы топта 6 бала артық екен. Осы екі топта қанша болса, ересектер тобында сонша бала бар екен. Біз ересектер тобындағы баланы табуымыз қажет. Ол үшін бірінші орта топта неше бала бар екен табамыз. 14 пен 6-ның қосындысы 20-ға тең. Демек орта топта 20 бала бар. Ал енді екі топты қосамыз. Кіші топ пен орта топтың балаларды санды қосқанда 34 болады. Яғни 14 пен 20-ның қосындысы 34-ке тең. Демек есептің жауабы
ересектер тобында да 34 бала бар екен. Есеп 5. Шеберханада бір айда 3 домбыра жасалады. 6 айда неше домбыра жасалады? Есептің шартын құрастырайық. Бір айда 3 домбыра, 6 айда неше домбыра екені белгісіз. Балалар, сендер суреттен 3 домбыраны көріп тұрсыңдар. Бұл 3 домбыраны бір айда жасайды екен. Ал 2 айда 6 домбыра жасайды. 3 айда 9 домбыра жасайды. Ал енді ары қарай ойланамыз. Сонда 6 айда неше домбыра жасайды? Ол үшін біз 3 пен 6-ны көбейтеміз. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең. Демек, балалар, 6 айда 18 домбыра жасалады екен. Кесте бойынша теңдеулер құрастырып, оларды шеш. Бірінші кестеге қараймыз. Мұнда бөлгіш белгісіз. Олай болса, 24 пен x-тің бөліндісі 4-ке тең деп аламыз. Себебі белгісіз бөлгішті біз x деп алдық. Ал енді ары қарай бізде бөлгіш белгісіз, сондықтан да x-ті табу үшін біз бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Яғни 24-ті 4-ке бөлеміз. 24 пен 4-тің бөліндісі 6-ға тең. Демек, балалар, бөлгіш 6-ға тең екен. 24 пен 6-ның бөліндісі 4-ке тең. Келесі теңдеуге назар аударамыз. Мұнда бөлінгіш белгісіз. Олай болса, бұл жерде x деп аламыз. X пен 9-ның бөліндісі 3-ке тең. Біз бөлінгішті табу үшін біз не істейміз, балалар? Бөліндінің мәніне бөлгішті көбейтеміз. Яғни 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27-ге тең. Демек, 27 мен 9-ның бөліндісі 3-ке тең екен. Келесі теңдеуге назар аударамыз. Мұнда бөлгіш белгісіз. Оны біз 65 пен x-тің бөліндісі 7 деп аламыз. Яғни 65 пен x-тің бөліндісі 7-ге тең. Бұл теңдеуді, балалар, өз беттеріңше шығарып көріңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.